Қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ ойыны. Ойын барысы қыла ойналады. 9 отау әр жақта, 9-9-дан отау. Әр ойыншының қазаны бар. Ойында 81 құмалақ бір жақта, 81 құмалақ келесі жақта қарсыласта. Ойынның мақсаты жүріс кезінде қазанға құмалақтарды жинап, сол жақтағы оқушы бізде көрсетіп жатыр жүруі. Жүріс сол жақтан оңға жүреді, оннан солға. Қарсылас жауап қайтарып жатыр. Әр отауға бір-бір құмалақ салынады да, тоқта. Соңғы құмалақ қай отауға түседі, сол отауда егер жұп сан болса, міне көріп тұрсыздар, 10 құмалақ. Онда осы құмалақ бар құмалақ жаңағы жүріс жасаған ойыншының қазанына түседі. Міне қазанға. Осылай қай ойыншы өз қазанына, міне әр қазан 82 құмалақ жинайды, яғни бар құмалақтың тең жартысын кім бірінші болып көп жинайды, сол ойыншы жеңіске жетеді. Тұздық деген бір мәселе бар. Тұздық деген ол қазір мына ойыншылар ойынның бұл басы, ойын ортасы, ойын аяғында тұздық деген қайсы бір қарсыластың отауында 2 құмалақ болса, жүріс жасаған ойыншы соңғы құмалағы 3-ші болып түскен сәтте сол отау тұздық болып жарияланады. Тұздық 9-шы отауларға қойылмайды. Сосын бір ескеретін жағдай қарсы қойылмайды. Яғни ол оң жақтағы ойыншы 5-ке қарсыласының 5-ші отауына тұздық қойса, сол қолдағы ойыншы оның 5-ші отауына тұздық қоя алмайды.